Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қалағаныңызша жеуге болатын денсаулыққа пайдалы тағам туралы айтатын боламын. Алдымен каналыма лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Сұлы ботқасы. Сұлы ұнында тұтас дәндерден алынған көмірсулар және көп мөлшерде талшық бар. Бұл оны қоректік заттардың тамаша көзі етеді. Сонымен қатар оны пісіру оңай. Сұлы майы қандағы қант деңгейін төмендетеді және ас қорытуды баяулатады. Сұлы жармасында көп мөлшерде кездесетін бета-глюкан семіздіктің алдын алуға көмектеседі. Сорпалар. Көптеген зерттеулер көрсеткендей қою тамақ жақсы қорытыла бермейді. Сорпа тамақ ішкеннен кейін өзін ұзақ жақсы сезінгісі келетіндер үшін тамаша шешім. Жұмыртқа. Бұл өнім ақуызға толы. Жалпы жұмыртқа басқа да қоректік заттарға бай. Сондықтан таңғы ас, түскі және кешкі асқа да жеуге болады. Жұмыртқаны жегеннен кейін ұзақ уақыт қарын ашпайды. Жұмыртқада барлық 9 маңызды амин қышқыл бар. Бұл ақуызды қалыптастырады. Балық. Балықта ақуыз және омега-3 көп, ал зиянды майлар аз. Омега-3 денсаулыққа ғана пайдалы емес, сонымен қатар мидың дұрыс жұмыс істеуіне әсер етеді және зейінді арттырады. Балықтың калориясы төмен, бірақ ол еттің кейбір түрлеріне қарағанда ұзақ тоқтық сезімін береді. Жақында жүргізілген зерттеулер барлық сиыр етімен салыстырғанда жалпы калорияны 11%-ға азайтатынын көрсеткен. Алма. Пайдалы микроэлементтер мен дәрумендер саны бойынша алма мен басқа ешбір жемісті салыстыруға келмейді. Сонымен қатар алманың қанықтыру индексі жоғары. Құрамында ас қорытуға пайдалы пектин, талшық және су бар. Яғни жеген алма ағзадағы су балансын сақтайды. Және жаңа піскен ірімшіктер. Жаңа піскен ірімшік сүт өнімі болғанына қарамастан ол салмақ қосуға ықпал етпейді. Ірімшіктің бай дәмі, көптеген пайдалы микроэлементтер бар. Ірімшіктер В дәрумені, фосфорға, кальцийге және селенге бай. Және тізім мұнымен шектелмейді. Жаңа піскен ірімшіктің қанықтыру қасиеттері жұмыртқаға ұқсайды. Апельсин. Бір орташа апельсиннің құрамында бар болғаны 80 калория бар. Бұл өте аз. Жақында жүргізілген зерттеулер цитрус жемістері де холестерин мен қандағы глюкоза деңгейін норма ұстап тұруға көмектесетінін көрсетеді. Бірақ апельсиннің пайдасы мұнымен бітпейді, өйткені оның құрамында иммундық жүйенің жұмысын жақсартатын С витаминінің жоғары калориясы бар. Асқабақ. Калориясы аз, сонымен қатар асқабақта су көп және тұз бар. Тұз қан тамырларына және ас қорытуларға пайдалы. Цукини сонымен қатар метаболизмдерді жақсартады. Майсыз ет. Артық салмақтан арылғысы келетіндері көмірсуы аз, ақуызы көп тағамдарды жеген жөн, сондықтан майсыз ет жеу керек. Попкорн. Көптеген адам попкорнның майлы деп санайды, бірақ олай емес. Попкорнның құрамында талшықтары өте көп. Ұзақ уақыт тоқ жүресіз. Сонымен қатар попкорн құрамында май мен тұзға байланысты пайдалы натрий тұтынуды бақылауда ұстауды ұмытпаңыз. Ал сіз қандай пайдалы тағамды білесіздер? Комментарийға жазып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Денсаулықтарыңызға қарап жүріңіздер. Сау болыңыздар.